Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Кеше біз дыбыс және әріп тақырыбын өттік. Бүгін шолу жасайық. Ана тілімізде балалар неше әріп бар екен? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. 42 әріп бар екен. 42 әріптің 15-і дауысты дыбыс, 25-і дауыссыз дыбыс және жуан жіңішкелік белгілері болатынын есте сақтаймыз. Ал енді дыбысты біз естиміз және айтамыз. Ал әріпті көзбен көреміз, қолымызбен жазамыз. Олай болса 5-ші сабағымызды бастаймыз. Дыбыстар мен әріптер. Бірінші жаттығу: суретке қара, мәтінді түсініп оқы. Балалар, суретке қарайықшы. Суретте не көріп тұрмыз? Балалардың сырғанап жатқанын, қармен ойнап жатқанын, қыстың қандай керемет кезең екенін байқадық. Енді олай болса мәтінге кезек берейік. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай заулай жөнелді. Бұл мәтіннің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Ал енді балалар, Кәрімнің сырғанаққа келген туралы бөлікті тауып, өздерің оқыңдар. Балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле деді. Бұл жерде балалар сырғанақпен сырғанап жүр екен. Кәрім де сол қатарға барып қосылды. Және ол да төбеден жүрексініп тұрса да сырғанап көрді. Және оған ұнады деген ойдамыз. Енді келесі кезекте екінші жаттығуға назар салайық. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз деді. Мына жерге қараңдаршы балалар. Сөздер дұрыс берілген бе? Дұрыс берілген, бірақ сөйлем құралмаған. Біз соны құрап жазамыз. Балалар тепті сырғанақ. Балалар сырғанақ тепті. Олар жылы киінді. Дұрыс сөйлем құрап дәптерімізге көшіреміз. Енді келесі үшінші жаттығуға қарайық. Әріптерден қыс айларының аттарын құра, оларды ретімен ата дейді. Ақ, пан деген сөз шығады екен. Ал мына жерде жел, тоқсан, қаңтар. Мына жасырылған сөздердің ішінен қыс айларының аттары шығып тұр екен. Балалар, қыс айларын есімізден шығармаймыз. Ақпан, желтоқсан, қаңтар айы, бұлар қыс айлар екен. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, келесі сабақта кездескенше менің каналым ұнаса, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.